Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы жайсыз күн. Жаңа сөздер: ерте, кеш, жарқырау, жел, жайсыз, құлау, қолайлы, сәуле. Жаңа сөз үйренейік. Сөздерді оқып, жаттап ал. Қолайсыз күн райы қай суретте берілген? Атап көрсет. Бірінші суретте жел. Екінші суретте күннің шуағы, яғни ерте. Үшінші суретте кеш. Төртінші суретте сәуле. Бесінші суретте күннің күркіреуі. Алтыншы суретте құлау сөзі берілген. Яғни қолайсыз күн райы қай суретте берілгеніне жауап берейік. Бірінші, бесінші, алтыншы суретте қолайсыз күн райы берілген. Жазылым бойынша екінші тапсырма: сөйлемдерді толықтыр. Экранда көрсетілген сөйлемдерге қажетті сөздерді қоюымыз керек. Мен бүгін ерте тұрдым. Сабаққа кешікпей бардым. Міне, кеш болды. Жаңбыр әлі жауып тұр. Солтүстіктен салқын жел соғады. Күн күркіреді, дауыл соқты. Ауладағы ағаштар құлады. Жаңбыр жауып, күн күркіреді. Өте жайсыз күн болды. Экранда сөйлемдердің орысша нұсқасы. Айтылым бойынша үшінші тапсырма: сөйлемдерді оқы, мағыналарын салыстыр. Салқын жел соқты. Сап-салқын жел соқты. Таңертең күн ашық болды. Таңертең күн ап-ашық болды. Айнала жарық, тыныш болды. Айнала жап-жарық, тып-тыныш болды. Күн суық болып кетті. Күн сұп-суық болып кетті. Үйдің іші жылы болды. Үйдің іші жып-жылы болды. Яғни, бірінші бағандағы сөйлемдерде заттың бастапқы сапалық қасиеті сипатталып тұр. Ал екінші бағандағы сөйлемдерде сөздердің бастапқы сапасы күшейтіліп айтылып тұр. Экранда сөйлемдердің орысша нұсқасы. Айтылым бойынша төртінші тапсырма: сөйлемдерді оқы, мағыналарын салыстыр. Үлгі: сары, сап-сары. Қоңыр, қоп-қоңыр. Әдемі, әп-әдемі. Таза, тап-таза. Жақын, жап-жақын. Қара, қап-қара. Кішкентай, кіп-кішкентай. Жасыл, жап-жасыл. Биік, біп-биік. Қатты, қап-қатты. Оқылым бойынша және айтылым бойынша бесінші тапсырма: қарсы мәндес сөздерді тап. Қолайлы, қолайсыз. Ерте, кеш. Шулы, тыныш. Ыстық, суық. Қараңғы, жарық. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.